Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай үйде бар заттардан жасалатын шоколадты торт брауни жасаймыз. Қажет заттар: сүт, сұйық май, 2 жұмыртқа, қант, ұн, қопсытқыш және ванильді қант және рахаттың өте дәмді какаосын қолданамын. Сүтімізді газға жылытып қоямыз. Ал енді біріншіден 2 жұмыртқаны жарып, жақсылап миксерлеп аламыз. Үстінен қантымызды қосып, жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Мінекей осындай пена тәріздес болып, аппақ болып ағарады. Енді майымызды құйып, тағы да 2-3 минуттай араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерімізді қосып, қолымызбен араластырып аламыз. Массамызға жылыған сүтімізді қосып, тағы да миксерлейміз. Енді аз мөлшерден құрғақ қоспаларымызды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Енді силиконды қасығымызбен жан-жағын араластырамыз. Жиырма 22 диаметрлік формаға құямыз. Осындай сұйық массаға айналады, бірақ сіздер қорықпай қойсаңыздар болады, өйткені арасы толығымен жақсы пісіп шығады. Духовкада 30 минут 180 градуста пісіреміз. Енді тортымыз піскенше бізге глазурын жасап алу керек. Оған бізге сүт, қант, какаоны қайнағанша газға қоямыз. Газда міндетті түрде араластырып тұру керек. Мінекей біздің глазурымыз дайын болып қалды. Осындай ыстық күйінде майын қосып, тағы да араластырып аламыз. Майы еріді, енді суығанша қойып қоямыз. Қазір осындай сұйық болып тұрғанымен, суығаннан кейін бұл қоюланады. Мінекей біздің тортымыз да дайын болып қалды. Ал енді іші піскенін таяқшамызбен тексереміз. Мінекей таяқшамыз құп-құрғақ болып шықты, яғни біздің тортымыз дайын. Тортымыз суығанша 5-10 минуттай қойып қоямыз. Міне енді тортымыздың бет жағын пышағымызбен осылай кесіп аламыз. Бетіндегі коржы бізге әдемілеу үшін керек болады. Ал енді қалған корждарымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Корждары өте нәзік, жұмсақ екені көрініп тұр. Видеода көріп тұрғандарыңыздай арасы да үлпілдек болады. Тек дәмін айтып жеткізу өте қиын. Жасап көрсеңіздер өздеріңіз
дәмін көресіздер. Енді бетіндегі коржын оқтауымызбен үгітеміз. Глазурымыз толығымен суыды, енді арасына жағып шығамыз. Екінші коржымызға да глазурды құйып, бәрін тегістеп шығамыз. Міне ұнтақталған крошкамызды торттың бетіне әдемілеп себеміз. Шоколадный брауни тортымыз дайын болды. Осындай өте нежный және сочный болып шығады. Қазір кесіп көрейік. Бұл торттың кереметі бірден жасап жей берсеңіздер болады. Осындай өте шырынды, жұмсақ, ең бастысы қолжетімді торттардың бірі. Міндетті түрде жасап дәмін көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.